Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама алдымен тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте оңай, тез жасалатын және де көп затты қажет етпейтін тағам түрін жасаймыз. Ол үшін ең алдымен осындай лавашты алып аламыз да, оны домалатып және де қатты қалың емес, қатты жұқа емес етіп турап аламыз. Лавашымызды турап болған соң, ішіне салмасына дайындаймыз. Ол үшін бір қызанақты осылай кішігірім етіп турап аламыз. Және де болгар бұрышында дәл осылай кішірек етіп турап аламыз. Достар, осы сәтте айтқым келгені, маған тіркеліп жатқандарыңызға көп рахмет. 1000 подписчикке аз ғана қалды. Сіздерден қолдау күтемін. Егер жазылмаған болсаңыздар, жазылып, маған лайк басып және де комментариймен мені қуантып қойсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз болады. Рахмет. Осындай қатты ірімшікті күштен жақсылап тұрып өткізіп аламыз. Ал енді жұмыртқаларымызды таза ыдысқа жарып аламыз. Оның үстінен сүт құямыз. Сүтіміз сәл жылы болу керек. Және де үстіне өзіміз ұнататын дәмдеуіштер қосамыз. Мен тұз, бұрыш қостым. Ал енді осыны бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Ал енді пешіміздің үстіне табамызды қойып, оның үстіне кішкене сұйық май құямыз. Және де майымыз қызғаннан кейін үстіне ең алдымен туралған лавашымызды саламыз. Және де оның үстінен жұмыртқалы массамызды құямыз. Вилкамен сәл-сәл араластырып аламыз, видеода көрсеткендей. Және де үстінен салмаларымызды саламыз. Ол бізде қызанақ және де болгар бұрышы. Әдемілеп тұрып саламыз. Ал енді осылардың үстінен осылай үкіштен өткізілген ірімшігімізді салып жан-жағына қарай жасаймыз. Ірімшігіміз неғұрлы көп болса, соғұрлы өте дәмді болып шығады. Және де бетін крышкасымен жабамыз. Және де орташа баяу отта 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Асты қатты күйіп кетпеуі керек. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Осыны жақсылап тұрып әдемі тарелкамыздың үстіне саламыз. Және де үстін әсемдеу үшін кез келген көк жуаларды укроппен әсемдесеңіздер болады. Мен мұнда кішкентай черри қызанағымен әсемдеп қойдым. Баршаларыңызға ас болсын. Көріп тұрғандарыңызға өте тез әрі оңай дайындалады. Көп затты қажет етпейді. Міндетті түрде жасап, өз жақындарыңызға қуантыңыз. Бұл таңғы асқа өте күшті болып келеді. Баршаларыңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен келесі видеода кездескенше.